Қалайсыңдар балалар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың барлығы жақсы ма? Сабақтарың қалай? Кітап оқып жүрміз бе? Ұмытып қалған жоқпыз ба? Алғашқы шығармаларымызды оқыған кешегі. Әрине енді барлығымыз дайын болсақ, сол кешегі шығармамызды, яғни Бердібек Соқпақбаевтың балалық саяхатын бүгін ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазақтың көне сөздерімен, қазақтың әдеби сөзімен, кітаби сөзімен таныстыратын не деген сөз айдары өздеріңізбен бірге. Оны таныстыратын мен, Айбек Тұрғанбекұлы, бірге кітап оқиық, бірге Қазақстанның болашағын жасайық, қазақ болайық. Ендеше дайын болсақ, ары қарай шығармамызды жалғастырайық. Қай жерге кеп тоқтап едік? Ұзарға ілесіп келем деп Бөпке әжесімен бірге Сүмбеге кетіп бара жатқан кезде судың арғы өңірі ойпат тоғайлы алқап. Ойпат дегеніміз кішкене еңістеу жер білетініміз. Тоғай дегенді өзіміз де білетін шығармыз. Қалың ағаштарды енді тоғай дейміз, одан үлкен орман дейміз. Одан әрі тау. Таудың әппақ басы күн нұрымен шағылысып көзді ұялтады. Әжемнен ол әппақ не екенін сұраймын. Қар дейді. Жазды күнде қар бола ма? Болады дейді әжем. Қызық, қалайша еріп кетпейді? Таудан бері жазық сардала. Дала төсінде жарқырап аққан өзен, тау өзені. Яғни далада өзен ағып жатыр дейді. Одан да әрі саржазықтың бетінде темір пештің қызуына ұқсаған, жалындаған ғажайып бір толқын байқалады. Жерден будақ-будақ шығып жатқандай болады. Мен қызықтап қарап көз алмаймын. Әже, анау алыстағы будақ-будақ толқын немене? Әжем оның сағым екенін айтады. Сағым деген немене? Түтін бе? Әжем күледі. Сағымның түтін емес екенін түсіндірген болады. Қасына барып, қолмен ұстауға бола ма? Ақымақ неме? Сағым ол жел секілді. Желді қолмен қалай ұстамақсың? Жауыннан соң кемпір қосақ пайда болады. Яғни жаңағы сағым дегеніміз далада жаңағы қызған топырақпен көкжиек астасып мұнарланып көрінеді өзі. Жолға шыққандарың болса, жаңағы автокөлікпен шыққандарың болса, машинамен келатқанда алдымыздағы асфальт жолдың үсті алысырақ жерге көз салсақ бір көл жатқан сияқты болып көрінеді. Яғни сағым дегеніміз сондай нәрсе. Алыстан сол зат қалқып көрінеді. Сағым да сол сияқты. Ол құйын емес, түтін емес, қолмен ұстай алмайсың, кемпір қосақ сияқты нәрсе болды. Табиғаттың бір құбылысы. Дөңнің ар жағында жап жақын жерде тұрады кемпір қосақ. Мен қанша рет оның қасына жақын бармақ болып жүгірдім. Бірақ жете алған емеспін. Бір дөңнен ассам, және бір дөңнің ар жағына секіріп шығып, алыстай беретін тәрізді. Сағым да соған ұқсас болғанды ғой. Әнеки көрдіңдер ме? Сағым мен кемпір қосақты ұқсастырып жатыр. Көруін апайқын көресің, бірақ жақындап қолмен ұстай алмайсың. Қызық, бұған да менің ақылым жетпейді. Мен шаршай бастадым. Апа, Сүмбе әлі алыс па? Бүгін 3-қа жетіп қонамыз. Сүмбеге ертең барамыз. 3 алыс па? Жоқ, онша алыс емес. Яғни Сүмбе дегенімізде, Ұш дегенімізде ауылдың аттары, Мен әжемнің арқасында келе жатырмын.
әжесі арқасына көтеріп алған ғой. Аяқтарым тынығып, жетісіп қалдым. Аяқтарым тынығып деген не деген сөз? Демалып дейді. Аяқтарым демалып, жақсы болып қалдым дейді. Жолдың екі жақ жағасы биік шилер. Ши дегеніміз не? Ши дегеніміз астық тұқымдас өсімдік, шөп яғни. Қияқтар желкілдеп қау болып көрінеді. Шидің арасы толы шырылдауық шегіртке. Төңіректі мың құбылтып әнге толтырады. Төңіректі мың құбылтып деген төңірекке сән беріп, сондай бір әр беріп, төңіректі бір күшті қылып әндетіп тұрады дейді. Екі көзі маржанға ұқсаған, шекесінде екі тал қыл мүйізі бар. Ұзын сирақ қанатты көк шегірткені көк шөптен айыру қиын. Шегірткен білесіңдер ғой өздеріңде. Соны суреттеп жатыр шегірткені. Адам жақындаған кезде әндетуін қоя қояды. Әбден үстінен басар болғанда тыз етіп бірақ ұшады. Анадай барып, лақтырған тасқа ұқсап, торс етіп салмақпен қонады. Анадай барып деген, ана жаққа барып деген соң, ұшып барып, топ етіп құлайды. Сосын сен ұзай бастағанда тағы да сайрап жөнеледі. Сайрап жөнеледі деген қалай? Құстар сайрайды, шегіртке сайрайды, яғни әндетеді деген сөз. Ұшта әлдекімнің жер үйінде отырмыз. Жаңағы үш деген ауылға жетіп алды, енді біреудің үйінде отырмыз дейді. Әлдекімнің үйінде отырмыз. Біреудің үйінде отырмыз дейді. Төте оқу дейтін сөз шыққан. Сол замандарда төте оқу деген болған, яғни Ахмет Байтұрсыновтың ойлап тапқан әліпбиін білесіздер. Төте араб әліпбиімен жазылатын, яғни төте жазу дейміз, оңай жазылатын, сондай қазақтың төл жазуы болып саналады сол кезде. Ауылдың бар адамын оқуға, хаттануға шақырады. Шалдарға дейін қойындарына қағаз, қарындаш салып жүреді. Үлкен кісілерге дейін, яғни барады екен. Жұрт бір үйге жиналып сабақ оқиды. Оқытушы сатылған. Мен есікті ақырын ашып сығалап қараймын. Тақтаға жазылған әріптің біреуін сатылған өзінің зіңгіттей оқушыларының бірінен «Мынау қай әріп?» деп таяқшамен көрсетіп сұрап тұр. Зіңгіттей оқушылар деген қандай? Үлкен оқушылар, яғни естияр адамдар, яғни үлкен адамдар деген сөзі 30-дағы, 40 жастағы кісілер зіңгіттей деп айтады. Зіңгіттей жігіт екен, мықты жігіт екен деген сөз. Анау жауап бере алмайды, шатып бұтады. Мынау қай әріп деп сұраса, жауап бере алмай, шатып бұтады деген, енді әр әріптің басын бір айтып тұрады деген сөз. Аны мысал Б деп деген сияқты. Ол қай әріп екенін мен білемін. Есікті кеңірек ашып, айқайлап, айтып жіберемде тұра кеп қашам. Тұра кеп қашам деген, яғни сразу жүгіріп қашып кетем деген сөз. Кейде сатылған оқушыларына дәптер, қарындаш үлестіреді. Бір дәптер, жарым қарындаш маған да тиіп қалады. Қарындаштың аздығынан екі адамға біреуін бөліп беретін. Қуанышым қойныма сыймай, үйреніп алған әріптерді шимайлап жазумен болам. Қуанып кетеді дегені, яғни. Балалық шақтың ең арғы түкпірінен есімде қалған суреттер міне осы тәрізді. Біреуіне жалғаспайды. Үзік-үзік. Мас болып, немесе ұйықтап отырып көрген кино тәрізді. Басы болса, аяғы жоқ, аяғы болса, басы жоқ. Көгендеген қоздай уақыттың желісіне тізіп тастап, рет-ретімен баяндауға келмейді. Яғни бәрін қаз-қатар баяндай алмаймыз дейді. Көгендеген қоздай деген қандай сөз? Көгендеген болған баяда қазақта. Екі қазық қағып, ортасына ұзын арқанды керіп байлап, оған жаңағы қозыларды, қойды ешкіні сауғанша қозылақтарды соған көгендеп байлап қойған болатын қазақтар. Соны көген дейміз, яғни тізіп байлап қояды. Сол көген деген қоздай дейді соны. Яғни тізіп қаз-қатар қойып қойған.
қойып айтатындай реті жоқ дейді. Есімде қалғаны сол. Қазақстан картасынан Алматыны көзіңізді жұмып тұрып тауып алатыныңызға мен дауласпаймын. Дауласпаймын деген таласпаймын, Астанаға дәл барым тірелген саусағыңызды енді тау сілеммен шығысқа қарай сырғытыңыз. Тоқтаңыз. Мен әңгіме етіп отырған үркердей шағын ауыл Қостөбе міне осы арада. Шекараның дәл түбінде. Үркердей шағын ауыл. Үркер деген жұлдыздың аты, үркердей деген кішкентай, шоғыр деген сөз. Кішкентай ғана. Бір кішкентай жерге шоғырланып, өзі жиналып орналасқан ауыл. Қостөбе деп аталады екен, Шекараның дәл түбінде. Менің Қостөбем, менің текесім. Әне бір көкшіл жіптей тартылған жіңішке өзенді көрдіңіз бе? Текес сол. Белгілі Іле өзенінің басы. Картаны алып қарасаңыздар болады өздеріңізде. Картада сол Қостөбенің қасында сол кішкентай Текес өзені басталады. Қостөбеде негізінен құрмандар тұрады. Құрман дегеніміз рудың аты. Құрманның Киікбай, Найза деп аталатын екі руы. Біз найзамыз. Дұрысы 5 найза. 5 найза деген рудан екен бұл кісілер. 5 найза екіге бөлінеді. Байназақ, жолыш болып. Біз жолышпыз. 5 найзалар ежелден жауынгер ру елі болған. Рудың 5 найза атануы тегін емес. Бір үйдің шаңырағынан сорайған 5 найзаның ұшы шығып тұрыпты. Содан 5 найза атаныпты деген сөз бар. Яғни ол кезде киіз үйлердің шаңырағынан яғни 5 найзаның ұшы шығып тұрған дейді. Содан 5 найза атылып кеткен екен. Текестің күнгей шығыс бетінде біреуі жалғаса біткен екі қырат төбе тұр. Бірі-біріне жалғасқан дейді, бірінен кейін бірі. Былай. Қостөбе деген сөз содан шыққан. Яғни екеу қатар орналасқаннан кейін қос дейді. Қос көзіміз бар мысалы, өзіміздің қос құлағымыз бар, екеу орналасқан болған кейін қос деп айтамыз. Содан Қостөбе деген сөз шыққан екен, Қос жота, яғни Қостөбешік. Қостөбенің тап іргесінен шекара күзететін қалашық застава орнады. Яғни орналасқан, застава орналасқан дейді. Қазақтар застап дейді. Конфискациялау кезінде шекарадан ауа қашқан байлардың қора жайлары иесіз қалған. Соларды жамап жасқап, жөндеді де солдаттарға мекен жай етті. Яғни жаңағы байлардан қалған қоралардың бәрін жөндеп, жасап, ремонттап, соларға жаңағы застава етіп берген дейді, мекен жай етті. Солардың енді тұратын жерлері сол қоралар енді дейді. Шекарашылардың көбі орыстар. Қазақша білмейді. Бірлі жарым қазақ солдаттар бар, аудармашылық жасайды. Украин, Белорус дейтінде ұлттар барын қараңғы халық біле қоймайды. Түсі сарының бәрін орыс деп қарайды. Яғни бәрін орыс деп ойлайды қазақтар. Ол кезде Белорус, Украин деп бөліп жүрмейді, бәрін орыстар дейді. Сары болса болды, орыстар дейді. Сонау Украинадан, ішкі Россиядан әкелінген басқа орта, басқа жағдайда өскен өрімдей жас солдаттар ондағы тіршілікке бір дегеннен бейімделік етпейді. Яғни дейді, Украинадан, Россиядан әкелген, басқа ордадан келген әскерлер, солдаттар, өрімдей жас солдаттар, өрімдей не деген сөз? Яғни өте жас. Тіршілікке бір дегеннен бейімделік етпейді дейді, яғни үйрене қалмайды дейді. Бейімделі деген үйрену. Бейімделу, үйрену бір жағдайға қалыптасу, яғни. Үйрене алмайды дейді. Елге де жерге де жұғымдар аз. Елге де жерге де жұғымдар аз деген көп енді араласа бермейді дейді. Бір сөйлесе кетпейді, жұғымсыз екен дейді, жұғымсыз адам екен дейміз, араласпайтын адамдарды мысалға. Үркіп тұрады кішкене, қарап, енді біртүрлі араласып кетпей, сөйлесіп кетпей, өздерімен өздері болып жүреді. Соны
жөн ұстау екен дейді. Таулы аймақта жөн тауып жүріп тұрудың өзі олар үшін әуелгі кезде оңайға түспейді. Енді тауда қиын, олар тау көрмеген өмірде. Сондықтан оларға бір жер тауып барудың өзі қиын дейді. Сондықтан оларға зор қиындық тудырады дейді, жол тауып жүрудің өзі. Сондықтан солдаттар шекараға нарядқа барып қайтқанда адаспас үшін олар жүретін соқпақ жолдардың бойына сырғауыл ағаштар қадап, ол ағаштың бастарына сыпырғы тәріздендіріп, буған шөптер байлап қойған дейді. Жүрген жеріне бұталарды шаншып отырады, ағаштың бұтақтарын мысалы. Сөйтіп жол табады. Сырғауыл ағаштар қадап дейді, ағаштарды қадап, сыпырғы тәріздендіріп, буған шөптер байлап қойған дейді. Енді ол адасып кетпес үшін құлап қалса да белгі беріп тұратындай ақпарат. Мал баққан елі, мал адамның бауыр еті деп айтады қазақтар. Мал жаның аман ба деп амандасады. Саламатсыз ба деп амандасқан кезде бірінші қалайсыз, мал жаныңыз аман ба деп амандасады қазақтар, кежіл қазақтар. Ауылда күнде жиналыс, елді коллективке тарту, ұжымға тарту коллективке. Салақтатып сумка салған өкілдер келді. Өкіл келсе жиналыс шақырылады. Өкіл деген енді бір келетін үкіметтің адамы, яғни бір жердің жіберген адамын өкіл деп айтамыз. Соған жауап беретін, жауапкершілігі бар адамдар. Қараңғы халық аңқау бала тәрізді кім не айтса ауыздарын ашып тыңдайды. Өкіл болып келген адамды құдай көреді. Колхоз жөнінде, болашақ өмір жөнінде неше алуан гу әңгімелер. Колхоз болмаймын деп қашып жатқандар бар. Енді өмірде ондай ұжымдастыруды көрмегендер енді. Менде болмай, мен ұжымдыққа коллективный неге қарсымын дегендер болады. Адамдар әртүрлі болады ғой енді. Қазақтың бар өмірі малмен байланысты. Мал тамақ, мал киім, мал көлік, мал отын. Отқа мал тезегі жағылмай ма? Мал баспана, киіз үйдің бар жамылғысы малдың жүнінен жасалмай ма? Жер суға сыймай жататын малдан бұл кезде тамтық қалмаған. Малдың бәрі қалмаған өзі дейді. Жер суға сыймай жататын малдан дейді. Яғни жер телімге сыймай жатқан малдан ештеңе қалмаған дейді. Қазекең мал бағудың ғасырлар бойғы азабынан құтылған. Мал жоқ болған соң енді әлгі аталғанның бәрі жоқ. Тамағы да, киімі де ештеңесі жоқ. Жүніне іштерге астаппай қалған кәдімгідей. Жеуге тамақ болмағаннан өткен аянышты не халі бар екен. Жоқшылық тек біздің өлкөде болмаса керек. Ішкерге Алматы, Шелек төңірегінен жан бағысыз деп жекжат жұрағаттарын сағалап шұбырып келіп жатқан жұрт. Алматыдан, Шелек деген жерден келіп жатады деген, бәрі жан бағылу үшін жұмыс іздеп келеді деген сияқты. Составы болған жерде жұмыс болады ғой. Соған жұмыс жалдану үшін келеді мысалы. Түр түстерінен кісі қорыққандай. Түрлері қорқынышты дейді. Арып ашып кеткен, ас тамақ жемегеннен кейін, жағдайлар болмағаннан кейін түрлері қорқынышты болады ғой. Жуынбаған, көктем, күн қызу. Ауылдың қасындағы төбесіз ескі тамның біреуін бір жас жігіт мекендейді. Яғни ескі тамның біреуін ауылдың қасындағы бір жас жігіт мекендейді дейді. Мекендейді деген, жас жігіт сол жерде тұрады деген сөз. Аяқ қолдары шелектей болып көгеріп ісіп кеткен. Көздері қап-қара әдемі. Оқта-текте ел қыдырып қайыр тілейді. Өзінде жоқ ел, оған не беру мүмкін? Яғни өзі әдемі келген жігіт дейді, бірақ қайыр тілейді екені. Бірақ енді жұрт несін береді, өздерінде жоқ қой ештеңе. Жаркенттен біздің үйді Мият тұтып, Мұхамеди, Жүніс дейтіндер келген. Біздің үйді Мият тұтып дейді. Яғни Мият тұтып деген сөз. Енді біздің үйді таныс сол үй болған ғой.
танысымыз, енді туысқанымыз деп арқа сүйеп келген деген сөз. Яғни сол үйді сол үйге қонып, сол үйдің бала шағасымен араласып, таныс, кім қай жерде танысы бар, сол жерге барады ғой әйелдің бірі. Сондықтан таныс тұтып келген дейді, таныс қып келген. Жүніс шал, Мұхамеди, оның баласы жігіт, әйелдерінің аттары есімде қалмаған. Мұхамедидің мен құралпы бір ер баласы бар. Аты Садық. Екеуміз бірге ойнаймыз. Садықтың сары резинкадан істелген мүйіз атары бар. Рогатка, мүйіз атар дегенбіз. Рогатканы көргендіңіз бар ма? Біз Қостөбенің балалары бұрын мұндайды көрмегенбіз, рогатканы көрмеген. Біздің қару-жарақ қорымызда мұндай аспап бұрын соңды болмаған дейді. Біздің қаруларымыз садақ, сақпан. Садақ пен сақпан деген қарулар болған екен. Бұнымен атса адам өледі дейді Садық. Біз сенеміз. Керемет қаруына бола басқа балалар Садықтан именеді дейді. Именеді деген деген сөз. Яғни қорқады дейді. Кішкене алыстау жүреді, қорқады, рогаткасы бар атты тастайды дейді ғой енді. Адал еттіден Жүніс Мұхамедилерде бір кәрілеу торы ат бар. Бір кәрілеу торы ат бар дейді. Яғни кәрі аттары бар екен. Бізде түк жоқ. Екі үйдің аяқ лау еттері сол ғана. Отқа жағатын көктал тоғайдан сонымен әкелінеді. Кәрі атпен әкелінеді екен. Ауылдың дәл қасындағы түбекшеге тұсап қойған торат бір күні тұсауымен текеске түсіп өліп қалыпты. Ауылдың қасында дәл түбекшеге тұсап қойған дейді. Түбекше түсе беріс неге тұсап қойған ат текеске түсіп өліп қалыпты дейді. Тұсап қойып қойған ғой түбекшеге сөйтсе ар жағында түбекшеге жақын су, сол суға түсіп өліп қалған текеске. Ішіне су толған, қарны қампиып, бірнеше адам жағаға сүйреп шығарды. Мал иелерінің соңындағы боздап жылағанын көрсеңіз дейді. Боздап жылаған деген несі? Қимай кәдімді еңіреп тұр жылаған дейді кәдімді. Енді қайда енді бар азығын алып кеп, отынын алып кеп жүрген жалғыз екі үйге бір атты мысалға. Екі үйге бір көлік қой, бір машина сонда. Қазір заманында айтқан кезде екі үйде бірақ машина. Зил, немесе жүк машинасы айтыр. Газель ма? Сонымен отындасып жүрген, ол бұзылып қалып, немесе ол өртеніп кетсе мысалға. Машинасы қалады ғой екі үйде мысалы. Сондай нәрсе ғой ол кезде. Шалда, Мұхамедиде, әйелдерде тіпті кішкентай Садықта мал емес, ең бір аяулы жақын адамдар өлгендей көздерінің жасы көл болып еңіреп жүр. Садықтың өзі жылап жүр дейді. Қазаққа малдың қаншалық жақын екенін мен сонда білдім. Енді әрі малға да жаны ашиды, әрі көліксіз де қалып отыр. Сондықтан екі жақтан да қиын болғаннан кейін әрі қазақтың өзі жылқыға өте жақын ғой, атқа. Сондықтан жылқы мінездесті халық деп айтады бізді. Сондықтан енді оған жыламай қалай енді, ол да бір адам сияқты, жануар ғой. Бір үйдің бүкіл үміт тіршілігі, күн көрісі торатпен қоса өлгендей еді. Яғни торат бұл жерде кәдімгідей рөл ойнап тұр ғой екі үйге. Енді бұл жерде түсініксіз сөздеріңіз болса тағы да неге жазып кетіңіздер, пікірге жазып кетсеңіздер, осы жерде мына сөз түсінбей қалдым, мына сөз түсінбей қалдым деген секілді. Мен міндетті түрде қайтадан оралып түсіндіріп беруге тырысам. Пікірлерге көбінесе түсініксіз болады деген сөздерді жазып кетемін, бірақ енді арасында қалып қоюым мүмкін. Енді әркімнің түсінігі әртүрлі. Сондықтан біреулеріңіз түсінгенмен біреулеріңіз түсінбеген сөздер болуы мүмкін. Мен түсінеді-ау деп аттап кететін. Сондай сөздерді пікірге жазып қойсаңыздар, мен көріп, оған міндетті түрде жауап беретін боламын. Бүгінше осы енді оқитынымыз. Ертең қайтадан жалғастырамыз жаңадан. Егер түсінбесеңіздер, бұдан да егер түсінікті болса да айтып қойсаңыздар, түсінікті болып жатыр, осындай жаным рахмет деген сияқты. Қазіргі таңда көп кітап оқымайтын болғаннан кейін
әрі орыс тілді қазақ балаларына да бір шетінен түсінікті болсын деп жасап жатқан жайымыз бар. Сондықтан барлығына мейлінше рахмет көп сіздерге. Егер тыңдап отырғандарыңыз болатын болса, көріп отырғандарыңыз болатын болса, пікірден де көріп қоямын, енді жаңа лүпілдеріңізден көремін, енді қанша адам көріп отыр. Егер ұнап жатса, ары қарай дамытамыз, бұйырса. Бұнымен тоқтап қоймайды. Енді әрбір сөзімізді, өзіміздің қазақ сөзімізді дамытуымыз әрқайсымыздың борышымыз деп білеміз. Ендеше бүгінгі оқуымыз осымен тәмам. Ертең не деген сөзімді айдарымыз қайтадан жалғасатын болады. Қош, сау болыңыздар әзірге.